Әбудің қуанышы да сүйгені де осы Нұргүл ғана. Атадан жалғыз туған ол бал дәуренді бала кезінде желігі көп жастық шақтың артын көп ойлай қойған жоқ. Әкесі дүние салғанда барып, жүрек тоқтатып, тіршілік қамын ойлап, жалғыздықтың қандай болатынын сезіне бастады ғой. Оның үстіне күрес тартыс өрбіп, астан-кестең болған заманның отын кешіп, толғану үстінде жүргенде әкесінің жылы сөзі сағындырды. Жанындай жақын адамды өлді деуге қайтып қана қимақсың. Күнде соның арқасында жер басып жүргендей көрінетін әкесінің өлімі елді бір дүріктірсе, өзін аспаннан жерге жаңа түскендей мың толғантты да ойлатты. Әкесінің ұстамдылығы, біреудің сыртынан суық сөз айтылғанды естісе жаны түршігетін адалдығы, қандай істі болмасын қолға алса ақырына жеткізбей тынбайтын табандылығы, берген уәдесіне беріктігі көзіне енді көріне бастаған сияқты. Тіпті оның Мейірбектің ақмақтығы туралы келіні сөз еткенде берген жауабың өзі өсиет екен ғой. Сырқаттан басын көтере алмай жатқан әкесі Жылқыбайды жер аудару туралы жиынға бара алмай үйде жатып қалғанды. Жиналыстың соңынан ұлы мен келіннің қабағынан істің насырға шапқанын сезе кеткен ол үнсіз қала берген. Дегенмен шыдамай кеткен Нұргүл мұңын шаққандай болып әкесінің қасына келіп тізе бүгіп, Мейірбек әкеме қырам да жоям деп өктемді көрсетіп жатыр деп көзінің жасына ие бола алмай жылап жіберген. Өлім аузына жатқан мейірімді әке арыз айтқан келіне мейірімді көзін бір тастап алды да: түріңнен айналайын балам, сол бір тілімен орақ орған ақымақтың әңгімесін қойшы. Онан да осы ырду-дырдудың артын бер деп сұрайық. Осы күннің еліккен жастардың қан төгістің қорлық, ақыл тоқтатудың байлық екенін білмей бара жатқанына күйінемін. Әйтеуір арты өртке айналып жүрмесе болғанда деп еді. Әкесінің бұл сөзінің басқаға емес, тақ өзіне арналғанын Әбу кейін ырду-дырду күшейе түскенде барып білді ғой. Бірақ суға кеткен жаңқадай бұның қолында не тұр? Ағынға түскен соң толқын билеген жағдайға қалған жоқ па? Әбу аман есен қайтып келгенде асыл дүниесіне жау тигендей абыржып жүрген анасы да, әкесі де, Нұргүл де қуана қарсы алды. Анасы: жалғызым менің, қайда жүрсең де аман бол. Мына артыңдағы жаман немерелердің қамын есіңнен шығармағасаң болғаны. Әкеңнің халі анау. Біз саған осы Нұргүліңнің қабағы мен немерелердің қамын артпасақ, басқа ауыртпашылығымызды көре қоймассың, деген көзінің жасын ағызып тұрып. Әбу қалғып кеткен екен. Оны өзі де байқамай қалды. Біреу түртіп жібергендей шошып оянды. Сығырайған май шамның қасында Нұргүл ояу отыр еді. Анасы әкесінің аузына кішкене қасықпен су тамызып отыр екен. Әкесінің кірпігі қимылдамай, екі көзі бадырайып, шаңыраққа қадалыпты да қалыпты. Ұйықтамағандікі ме, жоқ әлде нашарлап жатқан атасының жайы жанына батқандықтан ба, Нұргүлдің сұры қашып боп-боз болып көзі бақырайып кетіпті. Таң қылая әкесі соңғы рет күрсініп демін алды да тынысын тоқтатты. Әкесінің қолынан шыққан алты қанат үй бұрын Әбуге әлемдегі ең жарық дүние сияқты сезілуші еді. Енді сол жарық дүниесінің іші қара күңгір тартып, қайғы мен қауіпке толып шыға келді. Үйдің табалдырығын Нұргүл аттағалы бері, үйдің көркіне онан ары көрік кіріп, іші құлпырып кеткен сияқты еді. Әбуге кейде әлемнің жарық дүниесінің сәулесі осы үйдің шаңырағының үстіне шоғырланып тұрғандай көрінетін. Енді міне, жақсылықтың бәрі ғайып болғандай, үй ішін қара қоңыр түнек алып бара жатыр. Әбудің бойына ыза өрбіп, кернеп шыға келді. Кімге, неге аушыланып тұрғанын өзі де білмейтін, байқамайтын сияқты. Әйтеуір бір дүлей сезім бойын алып барады. Біреуін көршілерге хабар беріңдер, өлімді оңаша күзетпес болар балаларым, деп анасы азынап қоя берді. Тірегім-ау, бұдан бұрынғы тартқаның аз болар дегендей, мына астан кестен өмірдің ауырлығын менің басыма неге жеке тастап кетіп барасың? Балаларымның құсасын тартпаймын дегенің бе?
Онда мені неге ілестіріп ала кетпедің? Менің жазығым. Әбу әкесін жерлеп келгеннен кейін үй сыртында тұрып дауыстап ұзақ жылады. Тоқтау айтқандардың сөзіне құлақ асқысы келмей қай-қайдағыны айтып әкесін жоқтады. Адал еңбегіңді ақтай алмай қалдым әке. Аспандағы айым едің әке. Енді жер бетіне мен үшін жарықты кім шашады деп еңіреді. Елің кеп тұр әке, жұртың келіп тұр әке, неге үндемейсің деп жылады. Жайшылықта ауызға түсе қоймайтын әкеге деген жалынды сөздерін жүрегінің қай түкпірінен шығып айналасына қалай төгіліп жатқанын өзі де білмей тұрып қалған сияқты. Асыл әкем, қамқоршым менің, сенің адал еңбегіңді, мен деп төккен әкелік маңдай теріңді көзіңнің тірісінде ақтай алмай арманда қалып барамын. Өзің де арманда кетіп барасың. Сенің қасиетті ісің мен дана өсиетіңді еш уақытта ақтай алмаспын. Қолымнан келген жақсылығымды ендігіде еліме көрсетсем арманым болмас еді. Оған ақылым да қуатым да жетпей ме деп қорқамын. Сен алтын саусақтарыңды, дана сөздеріңді сағынатын болдым-ау. Елім дегенде егіліп тұрушы едің, балам дегенде егіліп тұрушы едің. Енді ондай қамқоршы адамды қайдан іздеп таппақпын? Ел ортасының, отбасының берекесі едің. Енді сенің орныңды кім толтырып береді? Баладай қарапайым, данадай кішіпейіл едің. Ондай адамды енді қайдан іздейін? Қайткенде табам. Бағасы жоқ асыл әкем, теңеуі жоқ дана әкем деп зар қақты. Бұл бір жағынан ата салтын сақтап, ардақты адамын жерлеп келгеннен кейін дауыстап айтқан жоқтауы болса, екінші жағынан бойын жастық шағымен түбейілікті қоштасқандай сезім билеп, өксіп тұрған өмірінің сыры еді. Ол бүгіннен бастап тіршілігінің бір белесі бітіп, енді екіншісі белесі басталғандай сезініп тұр. Алдағы жолы белгісіз күні күңгірт, ол жолдың ойы да, шұқыры да көп, ауыр сынға толы болатын байқап, сезініп жылап тұрған еді. Әбудің ой толқуы Ілиясқа қосылып, Жылқыбайды босатып алған күннен бері сабасына бір түскен емес. Мына жылысасы да сол толқынның жарға соққан дүлей күшіндей жанын жеп барады. Жоқ, Әбу басын байлап, өз еркімен істеген істерінің артынан қорқып іш жиған емес. Несіне қорқсын? Болар іс болды, оның мазасын ала беретін үрей біреу ғана. Ол тек осы тентектіктің арты елге ауыр тимесе деген мазасыз ойлар ғана еді. Біздің пәлеміз елге тиіп кетпесе игі болар еді деген үрей ойын торлай береді. Осындай ауыр күндерде ақыл айтып, жол көрсететін әкесінің көз жұмғаны бітпес жарадай жанын жеп барады. Нағыз жалғыздық пен жетімдіктің күні енді туғандай сезініп тұр. Жан қысылғанда қол ұстасар адамы Ілиястың жайы анау. Ілияс сәрсен қайтыс болған күннің ертесіне тал түсте бой тасаламай ауыл сыртынан мекем деп ат қойып келіп Әбуге қарындасына, құдағиына көңіл білдірді. Иә, бұл үйге оның жөні де, жолы да өз алдында ерекше ақ. Ілияс ертесіне марқұмның қонағасына деп ту биені өзі таңдап жүріп, ұстатып, сойғызып, үйге түсіріп берді. Сол күні Жылқыбай да түнделетіп келіп, құдағиы мен балаларына көңілін білдіріп, Құран оқып қайтты. Таң қылая қайта шығарында Жылқыбай Нұргүл мен Әбу екеуін оңаша шақырып алды да күйзеліп тұрып жанын айтты. Әбу балам, сен Құданың қабырына менің атымды атап, әдейілеп бір уыс топырақ сал. Артымда жалын атқан қуғын жүргенде маған бой жазып жүру жараса қоймас. Өзімді қойшы, асарымды асадым, жасарымды жасадым. Сендер аман болыңдар. Тек сендерге оқыста пәлем тиіп кетпесін деп қорқам. Енді бұл өңірден тірлігіме де, өлігіме де орын табыла ма, жоқ па, оны бір Алламның өзі біледі. Сендерден топырақ бұйырсын деп, Аллаға сыйынып, ақылымның жеткенін істеп көріп едім, ол тілегім де оңға шаппай тұр.
Қайтейін, кімге өкпе назымды шақпақпын. Қанша шақсам да менің ауыртпалығымды әлі талай тартатын шығарсыңдар. Дегенмен менің қолымда не тұр дейсің? Сендердің жақсылығыңды қи деп Алладан күнде 3 сұраушы едім. Әйтеуір жаман аттарыңды естімей өлсем арманым жоқ. Құдайға аманат, қош болыңдар, деді ол күйініп. Жылқыбай ауыр қимылдап орнынан тұра бергенде Нұргүл әкесінің мойнына асыла кетті. Жібергісі келмегендей қатты құшып, жасын үнсіз төгіп тұр. Жүрегі езіліп, әбу де көз жасына әрең ие болып тұр. Жәкең де қызына болды балам дей қойған жоқ. Айналасындағы адамдарда егіліп, езіліп, әкесі мен қызының қоштасып, құшақтасып қатып қалғанына қарап мөлиіп тұрып қалды. Бәрі жылап тұр. Жылқыбай үнсіз, қызының басын иығынан тартқанда барып, жарының бетіне көз түскен әбу, оның бетінің жуғандай су болып кеткенін көрді де жүрегі лоқсып кетті. Бұл жағдайда отбасына кісі өлімнен кем тимеді. Өлімнің ауыртпалығы оңайға түскен бе? Бірнеше күн улап-шулап жүріп байқамаған екен, анасының да, Нұргүлдің де сүлесі құрып әбден шаршапты. Әбудің өзі де есеңгіреп қалғанын артынан бірақ байқады. Марқұмды жерлеп келгеннен кейін көңіл айтушылар саябырлап, үйдегілер ептеп тыныс алғандай болды. Елге деген ризалығы әкесі өлгелі жүрегін ерекше езіп жүрген әбу басқа түскен қайғыны ер болып көтеріп кетпесе, не істерін, не қоярын өзі де білмей қалған еді ғой. Елдің жабыла келіп бірге қайғы бөліскенің өзі бір зор мият екен. Келген қауым тие берсін деп марқұмның қонағасын жесіп тарай бастағанда Нұргүл: әйтсейім, марқұм тілеуі дұрыс адам екен. Көзінің тірісіндегі абыройы бізге де, алыс жақындарына да өз алдына бір медет болса, арты тойға айналғандай болғаны қандай жақсы болды. Ат шаптырым жерден естігеннен келмей қалғаны болған жоқ, Мейірбектен басқасы, деді ол елге деген ризалығын сала сөйлеп. Мейірбектің өлімге келмей қалғанын әбу байқағалы қашан. Әбу әкесінің 40-ын бергеннен соң бала шағасын үкіметтің Мейірбек сияқты бас кесерлерін қолына кепілдемеге түсіп қалама деген қауіп ойлап, іс жиып, үйін тау сағасына көшіріп алған еді. Анасы сорлы не ойы болса, бәрі ішінде. Үрке көшкенде қаншама жақтырмағанымен тіс жарып еш нәрсе дей қойған жоқ. Тек Нұргүл ғана таудың кең қойнауына сыймай кетті. Бұрын қабақ шытып жарының бетіне қарағанды қасиетсіздік деп санап жүрген Нұргүл оңаша бола қалса қабағы ашылмайтынды шығарды. Қарақшы болып жүріп, қайсы бір ата-бабамның атын шығарамын ғой дейсің? Ілиястікі ғой бір жөнделік. Ол жаңа үкіметтің ата жауы есебінде жүрген жанның бірі. Ал саған не жоқ? Әділеттілік үшін атқа мініп, кезінде жазықсыз айдалып бар жатқан әкемді қамаудан босатып алғанның елдің көзіне әділ көрінгенімен ол бір өткен кеткен іс болды ғой. Енді жайына жатқан елді шошытып, үкіметтің бетінен алғандай болып, колхозды тонағаннан не шығарам деп жүрсіңдер? Осы үкіметтің айтуына көнген көпшіліктен күшті болғыларың келе ме? Қайтып жан бағам дейтін бойыңда күшің, қолыңда өнерің жоқ адам емессің. Онан да ақылға тоқта да, үкіметтің алдына өзің бар. Қылмысын түсініп, алдымызға өздері келгендерге кешірім жасаймыз деп өздері жар салып жатқан жоқ па? Бұл да болса қолында күш тұрған адамдардың ел арасының тыныштығын ойлағаны шығар-ау. Елдің де обалына қала берме, мына бала-шағаңның да келешегін ойлағаның ақыл болар. Көптің шырқын бұза берген не жақсылық қой дейсің. Өзің алдарына барып жығылсаң, үкімет басшылары да адам емес пе, ескерер, бір кемшілігінді кешіретін шығар. Көп болса түрмесіне салар, жер аударар. Өлім күтіп отырған еңкейген кәрі емеспіз ғой. Жаманшылық бола қалған күнде сен аман болсаң болғаны. Біз ел арасында көппен бірге бір нәрсе етіп күн көре тұрамыз, тілеуіңді тілеп.
Сенің атыңа кір келтірмей жан баға тұруға өзіңнің де, Алланың да, аруақтардың алдында да уәде бердім. Осындай күндердің бірінде жиі-жиі жауып тұрған тау бөктерінің жаңбырында су болып қалған шырпыны тұтата алмай ызаланып, астан-кестен болған Нұргүл. Бүйтіп қашқын болып тірі жүргенімізше үкіметтің алдына барып өлгеніміз артық еді ғой. Құдайым-ау, ең болмаса қарапайым жұрт өзі келіп қолға түсіпті, елден бөлініп кеткісі келмепті десе де балаларға мият болар еді ғой, деп тағы бір бейтаныс мінез көрсетті. Сонда барып Әбу жарының мына қашқын өмірден әбден жалыққанын түсінді де бойына нар тәуекел деген сезім өрбіді. Ілиястың адамдары колхоздың тұқымдық астығы мен көлігін тонап келген күннің ертесіне Нұргүл ауырдым деп уһлеп жатып қалды да 10 шақты күн еңсесі түсіп басын көтере алмады. Анасының да қабағы шытыңқы, отбасы күннен күнге осылайша көңілсіздене берді. Әбуге Нұргүлдің адал жүрегі қашанға дейін қашқын боп жүріп күн көреміз деп жалбарынып тұрғандай сезілді де жүрді. Анасы да, айналайын жалғызым, ана кішкентай немерелердің келешегін неге ойламайсың деп күндіз түні аһ ұрып жалынып тұрғандай. Оның үстіне ел ішіне тыныштық орнаған сайын Ілиястың жігіттерінің де аралары ыдырап, отбасына аңсай берді. Көктем жақындаған кезде Ілиястың тобына кейінірек келіп қосылған 10 жігіт аталас адамдарына қосылып колхозға мүше болды. Сол күні кешкісі Нұргүл оңашасын тауып Ілиястың алдына өзі барды. Әбу елге қайтам деп айтуға Ілиястың көңілін қимай жүр деп ойласа керек. Ол ағасының алдына барды да безеріп отырып көкейкесті пікірін ортаға салды. Сенің кімнің қызы екеніңді білген күні-ақ қол аяғыңды байлағандай етіп алып кетер, деді Ілияс қарындасына жылы лебізбен. Сенің көңіліңнің ақ, жүрегінің адал екендігінде кімнің жұмысы бар ғой дейсің. Басқаға кешірім болғанымен бұл үкіметтен бізге кешірім бола қоймас. Иә, қаңғып жүріп жан баққан қайбір жақсылық қой дейсің. Ілиястың көңілі қауіпті екен Нұргүл сол күні анық аңғарды. Бауырына жаны ашып, бауыр еті езіліп шыға келген Нұргүл қызбалық мінез көрсетпей ұяң сөйледі, бірақ өз пікірінен таймай отырып алды. Мейлі, бүйтіп қарақшы атанып қаңғып жүріп күн өткенше өлгенімнің өзі артық емес пе? Байдың қызы тап жау десе күндесе 5 жылына айдар, қайтем көнемде, көп болса құлыншақтарымнан ажыратар. Әйтеуір енем аман болса болғаны, оларға жетімдік көрсете қоймас. Жетім балада күн көреді ғой. Қайтып келген соң қалған өмірімді сол балапандарымның қасында өткізсем арманым жоқ, деді Нұргүл. Әншейін де жаңа ашылған гүлдей үлбіреп тұратын қарындасының мына қатал мінезіне таң қалғандай түр көрсеткен Ілияс біраз уақыт үнсіз отырып қалды. Ал Нұргүл болса ағасына көз аудармай қасарып отырып алды. Сонда барып Ілияс Нұргүлдің шешімінің үзілді кесілді берік екендігін аңғарды. Мейлің, не де болса өз обалың өзіңнен болсын. Әйтеуір менен көріп уақытында ақылын айтпады деп жүрмесең болғаны да, дей салды. Сонан соң ол тағы біраз ойланып барып, дегенмен біраз уақыт шыда, біз де істің артын ақыл таразасына салып ойланып көрелік, деді. Ақыры Ілияс қасына ілескендердің ең жақын бауырларынан басқа адамдарын түгел бір түнде көшіріп жазыққа кеп орналастырды. Бүйтіп қарақшы боп жүріп күн көре алмайсыңдар. Онан да еңбек етіп жандарыңды баққандарың жөн болар. Тек ауыздарыңа сақ болсаңдар, сендерге ешкім тиісе қоймас, деді. Колхоздан тартып алған малды да, астықты да түгел елдің қолына өткізіп берді. Еңбекті аңсап қалған қарапайым халық жігіттері бар, орта буыны мен ауыл аталары бар, бәрі бірге қимылдап келе сала көктемнің тіршілігіне кірісті де кетті. Нұргүл ата мекенге көшіп келгеннен кейін ессіз тозаңқырап қалған тамның қамына жасай жүріп, қоғамның тіршілігінен де қалған жоқ. Жаңа аяқтанып келе жатқан баласын жетектеп жүріп, әйелдермен бірге тұқым тазаласты. Қос
басының жұмысына да өзі сұранып барып, егіншілерге, ас пісірушілерге жәрдемдесті. Орақ басталысымен мен мықтымын деген әйелдерден қалыспай жанын сала қимылдап ораққа шықты. Ауылдың ерке өскен қызынан қарапайым келіншектер алғаш бойын жиынқырап қысылғандай боп жүрді. Қара жұмыс істеп көрмеген адамға күнге күйіп орақ ору оңай ғой дейсің бе? Бірақ көп ұзамай ауыр іске еттері үйрене келе, Нұргүлдің еңбеккерлігі мен қарапайымдылығына риза болған абысындары қоян қолтық араласып, ойын сауықтары да жарасып шыға келді. Осының бәрі Нұргүл бір жағынан баяғы ерке өскен кәсібіне басып үйден шықпай отыр деген сөзден қашып істесе, екінші жағынан егер басыма іс түсе қалғандай күн туса, масқара болмайын, қолда барды ауыр жұмысқа етімді үйретіп араласа берейін деп ақылға тоқтап істегені еді. Бұл әбуге де басқа түсе қалса қиындықтан мойымаспын дегені еді. Оны әбу айтпаса да түсініп жүр. Ауыр еңбекке жасынан үйренбеген кісіге қара жұмыс оңай тие қойған жоқ. Бірақ Нұргүл шаршағанын сыртына шығарып айтып, не қабақ шытып білдіріп көрген емес. Осы қылығы үшін әбу сүйген жарына іштей мың да бір рахметін айтады да қояды. Басқа не дерін де білмейді. Кейде бүйтіп Нұргүлді де, өзімді де екі оттың ортасында салғандай болып жүргенше, үкімет адамдарын алдына барып, не де болса бір жағына шыққаным жөн болар, деп те ойлап қояды. Бірақ келсең келге келгенде жүрегі дауламай жалтақтайды. Нұргүл де қай бір жетісіп жүр ғой дейсің. Оның уәкіл деген сөз құлағына тисе болды, жаны шығып кетердей түршіге қорқатын әдеті бар. Ауданнан келген уәкіл не өзін байдың қызы деп, не жарын үкіметке қол көтердің деп алдына салып айдап кетуге ғана келетіндей көрініп тұрады. Тек түн жамылып әбудің құшағына енгенде ғана жаны тынышып саябыр табады да, барлық төніп тұрған қауіп қатер сыртта қалып қойғандай сезініп, бойын шипалы сезім билеп шыға келеді. Көзінің тірісінде осы бақытынан айырылғысы келмейді ақ. Қолына келсе барлық қиындық пен қорлыққа шыдауға бар. Дала қосының ерекшелігі де жоқ емес қой. Жатар алдында әйелдер шоғырлана жиылып, өлең айтып, көңіл көтеретінді әдетке айналдырып алғанды. Олардың арасында Нұргүлдің әдемі үні ерекше шығады. Оның әндері шаршаған бойды бір сергітіп тастайды. Мұндайда әйелдердің айналасына көңілді жігіттердің де шүйілісе қалатын әдеті. Қалжың, ән-би, жылылыққа толы сезім бір-бірімен ұласып, айнала рахатқа батқандай көңілді сәт бой көтереді. Күні бойы күннің ыстығына арқасын төсеп булыққан, шалдыққан үлкеннің де жастың да денесінің өлеңнің сазы естілумен ширығып шыға келеді. О табиғат десеңізші. Нұргүл осындай сәттерді көңілдене түсіп, абысындарынан қалыспауға тырысады, және желігіп ерекше көзге де түсе қоймайды. Бұл да көппен болғысы келген сезімнің бір көрінісі, сыпайылықтан туған әдептілік, көпке әсіресе үлкендерге деген сый құрметінің белгісі еді. Әйелге табиғат берген жақсы қасиеттің ерекше бір сипаты, оның мінезінің ұстамдылығы, өсек аяңға, ешкімнің артынан айтылған сөзге қосылмайтындығы, бір тоға кішіпейілділігі, көпшілдігі емес пе? Нұргүлдің бойына осы қасиеттердің бәрі дарыған екен. Осы мінез оның әдемі көркіне ерекше келбет беріп, жарасып тұрғандай көрінеді. Осындай нәзік жанды адамға өмірдің ауыр сыны мен соқпағы салмағын салып жүргеніне жұртшылықтың жаны ашып, жөні келгенде күйініп те қояды. Бірақ амал не? Қарапайым адамның қолында не тұр дей ғой дейсің? Осы Нұргүл болмаса, әбу бас кесер қарақшы болып кетер ме еді, кім білсін, деушілер де болды.